Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Өнер халық тарихының шежіресі. Өнерде өмір, тіршілік құбылыстары, адамның күйініші, сүйініші, қуанышы мен қайғысы бейнеленеді. 1 қазан халықаралық музыка күні қарсаңында музыка рухани таным тақырыбындағы бейне әңгімені ұсынамыз. Бұл атаулы күнді бірінші болып орыс композиторы, педагог, қоғам қайраткері Дмитрий Шостакович ұсынған, ал ЮНЕСКО-ның халықаралық музыка кеңесінің шешімімен ресми түрде 1975 жылы 1 қазаннан тойлана бастады. Мерекенің мақсаты қоғамда музыкалық өнерді насихаттау, адамдар, халықтар арасындағы мәдени-эстетикалық құндылықтарды нығайту. Адамзат баласы үшін музыканың орны бөлек. Музыка тілге, дінге бөлінбейтін, көзге көрінбейтін, алайда жан дүниеңді ғажайып сезімге бөлейтін тура бір сиқыр іспеттес. Себебі музыкада шекара жоқ. Ән десе ішкен асын жерге қоятын қазақ халқы музыка өнерін қатты құрметтеген. Халқымыздың ұлт болып қалыптасу кезеңінде өзіне тән музыка дәстүрі дүниеге келді. Соның нәтижесінде бай музыкалық мұрасы жасалды, мәдениеті қалыптасты. Музыка мәдениетімізден, салт дәстүрімізден ойып тұрып орын алған. Себебі әнсіз қазақты елестету мүмкін де емес. Қазақ ұлт болып құрылғаннан бастап халқымыздың төл музыкасы бірге жасап, бірге дамып келеді. Музыка арқылы әдет ғұрып, дәстүрлі салт сана ұрпақтан ұрпаққа жетіп, көшпелі ұлтымыздың рухани мәдениетіне айналды. Әлдилеген сәбиден бастап қарттарымызға дейін қуаныш пен мұңын музыка арқылы жеткізген. Бесік жыры, қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той сияқты ғұрыптар ән күймен әсерленіп жеткізіліп отырған. Ерте заманнан бүгінгі күнге дейін әуен және ән өнерінің тарихы туралы қазақ халқының аңызы бар. Осы аңыз бойынша әуеде қалықтаған құдіретті ән көшпенді қазақтың ұлы даласынан ұшып бара жатып төмендеген. Сондықтан оны естіген халықтың табиғатынан бойына музыкалық қабілеті дарыған дейді. Музыка өнер, көркем ой көрінісі. Оның өзіне ғана тән жеткізу тәсілдері бар. Музыкалық пішімі, тілі, ырғақтық жүйесі осыған қызмет жасайды. Сонда музыка өнер әлеміндегі күрделі құбылыстардың бірі болып шығады. Өлімді жеңер күш іздеп, мәңгілік өмірді көксеген Қорқыт, ғұлама ғалым Әл-Фараби, тыныш өмірді аңсап, желмаясын желдіртіп, дүниені кезген Асан Қайғы бабаларымыз үміт армандарын музыка тілімен жеткізген. Одан бергі Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Біржан Сал, Ақан Сері, Мұхит, Қазанғап, Сүгір, Дина, Абай және тағы да басқа тума таланттар халықтың тауқымет тағдырын музыкамен айтып, шығармалары халқымыздың баға жетпес асыл қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан мәдени мұрасы. Бүгінгі мерекелік шараны Данышпан Әл-Фараби бабамыздың сөзімен түйіндеймін. Музыка мен ән адамда эстетикалық сезімдерді туғызу арқылы кісінің өзін-өзі тәрбиелеуіне, бойдағы нашар қасиеттерден арылуына ықпал етеді. Бұл сөздер музыканың қадір қасиетін өмірімізде алар орны маңызды екенінің тағы бір дәлелі.